Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай бақытты жан дейді. Амал дәптерінде истиғфар көп табылған жан дейді. Ана қарасаңшы. Періштелер амал дәптерде бар ғой, бүйтіп қойып оқиды ертең алдыңызда бар ғой, бүкіл дүниеде істеген. Оқып жатыр ғой. Алла сенен кешірім тілеймін, астағфирулла. Енді ол адамға не істейді Алла дейді ғой. Не істейді Алла оны? Кешіреді ғой оны Алла дейді. Ол өмір бақи кешірім тілеп өткен адам ғой дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кешірімді тоқтатпаңдар дейді. Әрбір сендердің кешірімдерің дейді, әрбір қиыншылықтан алып шығатын кілттерің дейді. Көрдіңіздер ме? Жамандық келе жатқан кездегі қорғандарың дейді. Кешірім бар ғой, Алладан истиғфар айту. Бұл сондай нәрсе дейді. Тіпті кешірім сізді уайымның тереңіне, стресске кіріп кетесіз. Өмірде кейде сондай кезеңдер болады, бар ғой. Бір қадалған кезде 10 қадаласыз кәдімгідей. Бірден соң бірі ауыр болып кетеді өмір. Кейде анау өзің қол жұмсағың келіп кететіндей дәрежеге дейін апарып тастайды шайтан, ой салып, көрдіңіз бе? Сондай кездерде адамды не алып шығады дейді? Кешірім мен салауат алып шығады дейді.